Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздерді YouTube каналымызда көргенімізде қуаныштымыз. Мен сіздермен Төлеухан Ақтілек, география және де тарих пәндерінен ұбт экспертімін. Бүгін біз сіздерге Рамазан айында қалай дайындалу керек, қандай дұғаларды айту керек. Егер Рамазан айында жақсы балл жинағым келеді десеңіздер, және де өздеріңіздің результаттарыңызды арттыруларыңыз келсе, осы видеоның соңына дейін қараңыздар, сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Ендеше кеттік, бастайық. Бірінші, ол ең бірінші всегда айтатын нәрсе, ол ниет. Яғни сіз не үшін ораза ұстап жатырсыз, сол нәрсені өзіңіздің ішіңізден анықтаңыз. Ораза деген сіз үшін не? Ол шын мәнде Аллахтың разылығы үшін жасалып жатқан әрекетіңіз ба? Әлде сіздің отбасыңыз мүмкін намазхан шығар, сол үшін сіз ораза ұстайын деп жатқан шығарсыз. Немесе достарыңызбен бірге тарауих намазға барған ұнайтын шығар. Немесе ауызашардың процесі сізге қызық шығар. Сіз именно не үшін ораза ұстайын деп жатырсыз, соны ішіңізде анықтап алыңыз. Егер шын мәнде Аллахтың разылығы үшін ораза ұстаймын, Рамазан айын барынша пайдалы еткіземін деген ниетіңіз болса, онда міндетті түрде осы Рамазан айларыңызды пайдалы қылып өткізесіздер. Ал егер де іштей ниетіңіз ондай емес, дұрыс емес болатын болса, онда сіз осы айды басқа айлардан қарағанда ерекше өткізе алмай қаласыз. Сол үшін ниетіңізді дұрыстап алыңыз. Одан кейінгі айтатын кеңесім ол оразаның шарттарын білу. Мен ұстаз емеспін, мен географиядан, тарихтан сабақ беретін білім иесімін, және де сіздерге кеңесшімін, мотивация беремін, кеңес айтамын. Және де осы Рамазан айы келгенде де өзімнің ойымды YouTubeқа бөліскім келді. Сол үшін де ораза туралы, Рамазан туралы барлық ақпаратты жинаңыздар, және де ол ақпараттың дұрыстығына көз жеткізіңіздер. Қазақстан Республикасында КМДМ-нің басқармасының бекіткен кітаптары, солардың бекіткен ұстаздары бар, тек соларды ғана тыңдаңыздар, және де оразаның шарттарын біліңіздер. Біз тек қана ауыз бекіткен кезде тамақтан және тағы да бір нәрседен тыйыламыз ғой. Енді ол нәрседен бөлекте Рамазанның ұстайтын қасиетті деп саналған бөлшектері бар, сол детальдарға да міндетті түрде назар аударыңыздар. Ол жаңағы жақсылық жасау, тек қана жаңағы тамақ жеуден тыйылу емес, ол барлық жаман іс-әрекеттен тыйылу. Осы уақытта бізде Рамазан айында шайтандардың барлығы неге ұшырайды? Олар шынжырланып қамауға алынады. Яғни сіз өзіңіздің нәпсіңізбен жеке қаласыз. Сол кезде сіз өзіңіздің оқығың келмей тұрған, жалқауланып тұрған, ұйықтай салғыңыз келіп тұрған, TikTok қарай салғыңыз келіп тұрған олардың барлығы өзіңізден екендігін түсінесіз, ол сіздің нәпсіңіз екендігін түсінесіз. Сол үшін сонымен күресу керексіз, жақсылық жасауға ұмтылу керексіз, және де одан да бөлек құлшылықтың түрлері бар. Құлшылық деген кезде біздің 5 парызымыз бірден еске түседі, бірақ одан бөлек те нәрселер бар. Сіз тамақ жейін деп жатсаңыз да, ауыз ашатын кезде тамақты егер де Алланың разылығы үшін ораза ұстадым, енді сол үшін аузымды ашып жатырмын десеңіз, ол сіздің құлшылығыңыз болады. Және де білім алу да ол парыз, және де ол құлшылықтың түрі. Сол үшін де Рамазан айында өте қатты білімге фокустарыңызды қойыңыздар, ұбт-ға дайындыққа фокустарыңызды жақсылап қойыңыздар, және де оны сіздерге Аллах тағала жеңілдетіп қояды. Міндетті түрде білім алуды парыз ретінде, және де оның Аллах разылығы үшін деп жасасаңыздар, ол сіздерге құлшылық болады. Даже Құранның ең алғашқы аяттары да иқра деп, яғни оқы, білім ал деп түсті ғой. Сол үшін де міндетті түрде Рамазан айын білімге арнаңыздар, және де ол сіздерге Алла жазса өте қайырлы, естеріңізде жақсы сақталған, ең жақсы түсінген тақырыптарыңыз, материалдарыңыз болады. Одан кейін уақытты тиімді пайдалану. Мысалы, көп оқушылар болсын, басқа ораза ұстаған адамдар болсын, менің қарным ашып тұр, мен қазір андай болып жатырмын, мен аяңдар деп бір жертва күйіне түсіп кетеді. Әсіресе кішкентай балаларда ұстаған кезде сондай нәрсе болады. Менің қарным ашып тұр деп дым жасамай қояды. Яғни бұл нәрсе болмау керек, өйткені бізде керісінше құлшылық жасауға, әрекет етуге, көп энергия берілуге тырысу керекпіз. Сол үшін уақытты тиімді пайдалану керек. Әсіресе сіздер сәресін ішкеннен кейінгі уақыттарыңызды тиімді пайдаланыңыздар. Ауыздарыңызды жауып тастап бірден ұйықтап қалмаңыздар. Таңғы уақыттың берекесін сезініңіздер. Сол жерде Құдай энергияны береді, сол жерде ризықты береді. Сол үшін таңғы уақытта міндетті түрде білім алыңыздар. Одан кейін сіздер завтрак ішпейсіздер, обед ішпейсіздер, 5-тің шайы жоқ. Сол уақыттардың барлығында тиімді пайдаланыңыздар. YouTube'да, TikTok'та, Instagram'да жатып алмай білім алуға тырысыңыздар міндетті түрде. Яғни
бір сөзбен айтқан кезде уақыттарыңызды барынша тиімді пайдаланыңыздар, және де Рамазан айындағы ораза ұстаған кездегі уақыт ол сондай берекелі етіп қойған, соны жіберіп алмаңыздар. Ұйқымен, жалқаулықпен, еріншектікпен орынды алмастырмаңыздар. Жақсы ма? Бұл үшінші кеңес болды. Төртінші кеңес әрине дұға ету. Рамазан айы бұл қасиетті ай, сол үшін бұл айда ораза ұстаған адамның дұғасы қабыл болады. Сол үшін міндетті түрде дұға етуді ұмытпаңыздар. Жалықпай дұғаға уақыт арнап жасасаңыздар, тіптен нұр үстіне нұр болады. Көп адамдар өмірде дұғаға уақыт арнамайды. Немесе ұйықтардың алдында ғана ұйықтап жатып елестетіп, о Құдайым деген нәрсені Құдайды бір ұйықтардың алдында ғана елестетеді. Немесе жаңағы намаз оқитын адамдар болса, намаздың уақыттарында арнауы мүмкін. Бірақ өмірде жалпы адамдар дұға етуге бөлек бір уақыттарын арнамайды. Мен сіздерге Рамазан айын пайдаланып, сәрен ауызды ашатын және де ауызды бекітетін аралықтарда дұға етуге арнайы уақыт бөлсеңіздер екен деймін. Және де міндетті түрде дұғаның жасаған кезде реттілігі бар, иә. Бірінші сіз Аллахқа мадақ айтасыз, кешірім сұрайсыз, сосын қалауыңызды және де бүкіл ішіңізден шыққанды, ішіңіздегі жан дүниеңізден шығатын нәрсені Құдайдан сұрайсыз, иә. Осы нәрсені ұмытпаңыздар. Қазір мен сіздерге білімді болу үшін, жақсы фокустарыңызды, көкірек көздеріңізді ашу үшін арналған дұғаларды мен бөлісетін боламын. Оған дейін не үшін дұға ету керек? Өйткені қараңыздар, жалпы үш адамның дұғасы қайтарылмайды деп айтады, иә. Бірінші ол жаңағы ата-анасының баласына жасаған дұғасы қайтарылмайды, және де жолаушының, яғни жолда жүрген, сапарда жүрген адамның дұғасы қайтарылмайды, және де ауыз бекіткен адамның дұғасы қайтарылмайды. Осы нәрсені егер ораза ұстасаңыздар, міндетті түрде пайдаланыңыздар. Қарындарыңыз аш болып, ашуланшақ болып, дофамин жетіспей, ауыздарыңыздан не келсе соны айта салмаңыздар. Өйткені оның барлығы дұға аузыңыздан не шығады, ол сізге дұға болып саналады. Сол үшін міндетті түрде айтатын әрбір сөздеріңіздің дұға екендігін түсініңіздер. Жақсы сөздерді айтыңыздар, және де Аллахтан үнемі сұраңыздар. Қандай мағынада дұғаларды сұрауға болады? Бұл жерде арабшасын айтам десеңіздер, арабшасын айтуға болады. Арабша оқи алатындарға және де оқи алмайтындарға транскрипт жазып кеттік, және де мағынасы. Көбіне мағынасымен де сұрай берсеңіздер болады, ешқандай негізі разницасы жоқ. Раббым, көкірегімді кеңейте көр, әрі ісімді жеңілдет, және тілімнің түйінін шеш. Олар сөзімді түсіну үшін деген Таха сүресінің 25-28 аяттарында Құранда келген дұға бар. Осы дұғаны айтсаңыздар болады күнделікті. Және де я Алла, бізге пайдалы білім бер және ілімімізді арттыр деген Тирмизидің айтып кеткен дұғасы бар. Соны жасасаңыздар болады. Және де я Алла, расында мен сенен пайдалы білім, адал ризық, несібе әрі қабыл болатын амал сұраймын деген дұғаны айтсаңыздар болады. Осындай дұғаларды сіздер күнделікті сұрау арқылы жатталып кетеді бұл дұғалар. Егер де жаттау қиын, бұндай дұғаларды айтпаймын десеңіздер, онда дұға ол адамның ішінен шығады. Шын мәнінде сізге не керек, не нәрсеге мұқтаж болып жүрсіз, қай жерде сіз өзіңіз әлсіз сезінесіз, қай жерде сіз мықты сезінесіз, оның барлығын адам іштей сезінеді. Және сол нәрсенің барлығын Аллаға ашып салып, тілдесіп, өзіңізге қажет нәрсенің барлығын шын жүректен сұрап алыңыздар. Осымен бүгінгі сіздерге беретін кеңесім аяқталды. Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, пайдалы, берекелі болып өтсін, және де біздің арнамызды қолдап, подписка жасап, колокольчикті басып, келесі видеоларды да көріп, лайк басып, және де достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Осындай пайдалы видеолардың көп болғанын қаласаңыздар, бізге қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл алдағы уақытта осындай видеолардың көбірек шығуына көмектеседі. Сіздермен болған Ақтілек апай, келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.